Енді жаман түс көрген адам не істейді? Жаман түсті көрген адамның ең бірінші ережесі пайғамбарымыз сіз бен бізге не айтты? Ешкімге айтпай қой деді. Сол жаққа бұрылып дем салсын демейді. Біздікі дем салсын сүп те бұрылып жел үстіне жақта шаңды ұшырап пілесос сияқты. Дұрыс емес. Жай деп қойсам бол. Қатты түкірмейді, сілекей коронавирус шашпа. Қатты үрлеме. Әшейін сол жаққа қарап Субханалла, субханалла, субханалла деп 3 рет айтсын деген ереже бар. Ары қарай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтты. Жақсы түс көрген, жаман түс көрген адам аузу биллах, Аллаға шүкір пана сұрайды. Кімнен? Мен шарриха ва мен шарри шайтан. Бірінші шайтаннан, аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп, шайтаннан пана сұраймын я Рабби сенен деп айтты деді. Екіншісі түсімнің жамандығынан пана сұрайын деді. Жаман түс көрсең, елдің бәрі настроениесін құртып, өзің настроениен құрмасын. Алладан пана сұрасаң, болды, бұл түстің саған залалі келмейді. Осын түсініңіздер. Енді бұл жаман түсті жиі көретіндер бар. Осыған тоқталам кішкене. Тоқтамай, постоянно жаман түс көретіндер бар. Мейлі қашу, мейлі қылқындыру, мейлі бір қиыншылықта қалу, бастырылу, осыны жиі көре беретін адам, егер амалы дұрыс болса ісі, онда бұл адамға жынның әсері бар деген сөз шығар. А жынды бұл жын емес қой, бұл нормальный жұмысқа барады, ақша табады, семьясымен жақсы. Бұл жын, постоянно жын тиген, әсер берген адам ішке кіру емес. Әсер берген адам міндетті түрде жынды болып кетпейді. Кейбіреулерге жын күндіз әсер береді, кейбіреулерге түнде әсер береді екен. Түнде әсер береді. Сол түнде әсер берген үшін бұл сондай халде қалып қоятын себебі сол. Енді бұл адамдар қалай құтылады бұл нәрседен? Бірінші Аллаға пана сұрайды, екінші ең бірінші иманын дұрыстайды, Аллахтан пана сұрайды, одан кейін барып ғибадатын, құлшылығын, дұғаларын, мінәжаттарын көбейтеді. Құлшылықты сіз жаман түс көрген сайын құлшылықты көбейте беру керексіз. Ереже солай. Жаман түс көрген сайын ғибадаттар күшейе беру керек. Демек Аллах сені өзіне бұрғысы келіп тұр деген сөз шығар. Аллах субхана ва тағала түстің жамандығынан Аллах тағаладан пана сұраймыз. Енді айттым, жаман түстердің ішіндегі біздің тісі түсіп қалған, аяғы түсіп қалған, жоғалтып бір нәрсе іздей алмай жүргендер, бұның барлығын амалдарыңызға бұрыңыздар, істеріңізге бұрыңыздар. Демек жол таппай